Амансыздар ма, құрметті көрермендер? Ордалайф YouTube каналы Ресей мен Украина арасындағы соғысқа байланысты өзінің шығарылымын ұсынбақ. Бүгінгі біздің қонағымыз Украинадан ақпарат таратып жүрген фрилансер журналистіміз Аида Қыдырбай. Аида ханым, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті көрермендер, егер сіздерге Украинадағы ақпараттар қызық болса, Аида Қыдырбайдың Facebook және Инстаграмдағы парақшасына жазылуға кеңес беремін. Онда біраз ақпараттарды, мағлұматтарды алуға болады. Сондай-ақ сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналымызға жазылып, қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыз. Ордалайф каналына жазылушылардың санын 50 мыңға бірге жеткізейік. Аида, сіз Украинаның Шевченко атындағы ұлттық университетінің жалпы стратегиялық коммуникациялар мамандығының магистранты екенсіз. Жалпы енді Украинаға білім алуға қашан бардыңыз? Жалпы сіздің осы Киевпен жалпы байланысыңыздан бастасақ сұхбатымызды. Кеш жарық Ордалайф сайты каналының оқырмандарына алғысымды жеткіземін. Жалпы ақпаратқа деген құштарлық, қашанда қазақ тіліндегі ақпаратқа деген құштарлық мені үнемі қанағаттандырады. Жалпы Украинаға жібергенде осындай үлкен қызығушылық еді. Өйткені біз қашаннан бері орыс тілінде ақпаратты аударып отыра бермей, өзімізде жан-жақты ізденіп, өзімізде сол елдің барып қазақ тілінде ақпарат таратуға ұмтылған адамның бірімін. Сондықтан Казгуды, өзіміздің ұлттық университетті бітіргеннен кейін магистратураға түсу жөнінде мен 10 жылдай ойландым, қай елді таңдасам екен деп. Сондықтан Украинаға келгеннен кейін де бірден құжаттарымды дайындап қойдым, бірақ университетті ұзақ таңдадым. Сондықтан Шевченко атындағы ұлттық университеттің магистратурасына түсуіме ойланып барып жасалған қадам. Өйткені галочка үшін бітірдім деген нәрсені өзім ұнатпаймын. Таңдап барып істелген дүниенің берер көп болатыны белгілі. Сондықтан стратегиялық коммуникация деген жаңа мамандық ашылды ұлттық университетте, Шевченко атындағы Киевтегі. Бұл мамандық мені қызықтырды, өйткені біз пропаганда, ақпараттың адамдарға қандай әсері бар, соны соғыстың алдында үйренгенбіз. Жаңа сіз сұрағыңызға жауап беретін болсам, мен соғыстың алдында 1 жыл бұрын, яғни 2021 жылы осы университетті, магистратураны жаңа ғана бітірген түлекпін деп айтсақ болады. Сондықтан соғыс басталған кезде және қазіргі кезде орыс тараптарының жасайтын дүниесі пропаганданы біз 1 жыл бұрын оқып, ол қалай адамдардың миын улайтынын осы стратегиялық коммуникация мамандығында үйреніп, енді қазір таңғалып отырмын, өйткені барлық біз өткен материалдар қаз қалпында қайталанып жатыр. Мысалы, 2-3 мысал келтіретін болсақ, биологиялық лаборатория, фашизм, не болмаса біздің тілімізді қорлап жатыр деген 3 үлкен себеп салдар бойынша осындай Ресей билігі Украинаға басып кірді. Бірақ қазір ол 3 мақсаты да адамға тек қана езу келтіреді, өйткені шынымен де ондай нәрсе жоқ, әрі олар енді қазір трансплантология, яғни адамдардың біздің орыс әскерлерінің бүйрегін алып сатып жатыр деп, жалпы неше түрлі осындай ертегіге ұқсайтын ақпараттық қарды, өзінің көрермендер үшін әсіресе пропаганда осылай жұмыс жасайды. Оны ешқашан Европаға шығып көрмеген, ешқашан басқа тілде ақпарат алмаған, тек телевизорға құдайдай сеніп отыратын адамдарды миын улауға өте таптырмайтын дүние. Қарап отырсаң, бұл күлкі келтіреді, мұндай нәрсеге адамдар сенбейді деген сияқты. Бірақ Ресейдің үлкен халық, 140 миллион, соғыс басталғанда үлкен осындай шаралар, митингтар өтпеді. Неге? Өйткені халық пропагандаға сенеді, сенгісі келеді. Сондықтан олар өз билігінен соғысты тоқтату туралы талап қойып алаңға шыққан жоқ. Өйткені көріп отырсыз пропаганданың қалай жұмыс жасайтынын. Сондықтан енді менің осы Шевченко университетін бітіргеніме
соғыстың алдында ғана. Егерде бір жыл ғана кешіккен болсам, онда жағдай мүлдем басқаша болатын еді. Өйткені қазір оқуға іріктеу Украина бойынша мүлдем басқаша жүретін болады. Онда Украина тілі қатты талап етілетін болады. Енді бұдан былай одан кейін ағылшын тіліне басымдық беріледі. Бір жыл бұрын мен бітірген кезде орыс тілінде мысалы емханаларды өтуге рұқсат берген. Сондықтан Лавровтың Киевте орысша сөйлейтін адамдарды ұрады деген ақпаратын естіген кезде, әрине ол күлкілі, өйткені мен ұлттық университеттің өзінде жүріп, маған осындай мүмкіншілік берілді. Орыс тілінде емтихан тапсыруыма жалпы барлық жасы негізі Украин университетіндегі қамқорлықты мен әлі күнге дейін ұмытпаймын. Мен украин тілінде диплом жұмысын қорғадым, украин тілінде ақпарат алдым, украин тілінде сөйлеймін дей тұрған мен Украинада өмір бақи тұрмағаннан кейін тілдік қиындықтар болды. Сондықтан орыс тілінде барлық ақпаратты алуға мүмкіншілік болды, және оны университеттің ұстаздары да маған рұқсат берді. Сондықтан әрине Лавровтың айтқаны жақсы, Аида. Енді коммуникация туралы айтқан кезде, Украина билігінің жалпы Зеленскийден бастап, Подоляк болсын, басқа да Арестович болсын, осы жалпы коммуникация өте жоғары дамыған мәселе. Оның қандай артықшылықтарын көріп отырсыз? Енді сіз сол мамандықта оқыған маман ретінде не айтасыз? Мәселен, қазір Украина билігінің коммуникация мәселесіне өте маңыз беріп отырған. Ақпараттық майданда жеңіп шықты, иә? Сұрағыңыз орынды әрі дұрыс. Оған біз мән беруіміз керек, және бұл нәрсені өзімізге сабақ ретінде үйреніп, бұл тақырыпқа кітап жазуға да болады. Өйткені бұл жердегі журналистер ресми ақпаратқа қол жеткізуде өте көп жеңілдіктер бар. Тіпті жаңағы сіз айтып отырған Подоляк, Арестовичтерді айтпағанның өзінде Зеленскийдің ата-анасының үйіне барып сұхбат алып, оны алдын ала келіспей пойызға отырып барып, тек звондап үйіне кіріп, осындай менің сұхбатым бар, сілтемесін қоссаңыз болады каналға. Бұл жердегі ақпарат, мысалы, біздегі министрліктегі сияқты 3 ай болмаса да 3 апта күтесің, артынан сабылып жүресің, мыңдаған хат жазасың, оның мөрін қоясың. Ол мөр деген жаңағы каналдың атынан болу керек. Жеке фрилансер мысалы ақпаратқа қол жеткізе алмауы мүмкін. Мен сондай болған 10 жыл бұрын, қазір өзгерген шығар жағдай сіздерде. Бұл жақтағы ақпарат алу өте оңай. Зеленскийдің өзіне 2 рет жаңағы сайлау кезінде де, оның алдында Порошенко болған кезде де, мен қандай да бір ақпаратты алудан ондай қиналмаған адам. Тез алынады ақпарат. Ол сенің жұмысыңды жеңілдетеді журналист ретінде. Көрермен үшін қызық болуы мүмкін. Жалпы Зеленскийдің ата-аналары қалай қарсы алды, қандай адамдар екен деген сұрақ қойсам. Зеленскийдің ата-аналары Кривой Рогта тұратын. Енді соғыстың алдында, қазір ақпарат жоқ, белгілі, қауіпсіздік мақсатында. Ол тіпті президент болған күннің өзінде де оның ата-анасы керемет зәулім үйде тұрып, қоршалған, жаңағы 5 метрлік қоршауда тұратын. Ондай жоқ. Мен өзім таң қалдым. Пойызға отырып үйіне бара салғанда, мен таңғы 6-да болдым Кривой Рог деген қалада. Зеленскийдің әкесінің телефонын табылды. Ол қиын болған жоқ. Ол кісі профессор болып қызмет істейді өзінің қаласында. Звондап, осындай амандасып, мен Аида деген Қазақстанның журналисті едім, сізбен таңғы ас ішуге бола ма? Бізде қазақтарда таңғы ас деген сондай жақсы. Осы күнді осы біздің таңғы асымыздан бастайық. Менің әрине осылай ол кісіні өзіме жаңағы жұмсақтап жеткіздім, бірақ енді қалай бар солай, таңнан ерте тұратын шығар, қарт адамдар ерте тұратын шығар деп негізі солай звондадым. Негізі ол кісі ұйықтап жатқан болатын. Мен таңғы 6-да звондаған кезде ол кісі айтты: қазақтар менің
мен Қазақстанда әскерде болған адаммын. Мен қазақ шаңырағын маған ешқашан есік жаппаған. Кезінде жаңбырда қалып қойыпты ол кісі. Сол кезде бір қазақтың шаңырағында ол кісіні кіргізіп, жаңағы ыстық шай беріп, сондай бір қамқорлық көрсеткен екен. Соны жаңағы Зеленскийдің әкесі ұмытпай тұр ғой, ойлаңыздар. Ол кісі кішкене абдырап қалды. Абдырап қалса да тез қазір мен әйелімді оятып, онда шайды қояйық деді. Жақсы деп мен жаңағы ескі құс үйдің 9 қабатты үйдің астында күтіп тұрдым. Үйлері сонда ескі. Мен өзімде егер де мен жаңағы материалым шыққаннан кейін көптеген астында комментарий жазды. Бұл өтірік, бұл жаңағы сценарий. Өзім сол жерде болмағанда мен де сөйтіп ойлайтын едім. Ол ешқандай да жалған емес, өзім құрап істеген емес. Шынымен де Зеленскийдің туып өскен үйін көрген жалғыз журналист ретінде тарихта қалатын болдым енді, шыны керек. Өйткені барлық ақпараттар сол менің суреттерімнен көшірілген. Дегенмен де үй өте қарапайым, небәрі 2 бөлмелі. Жаңағы жиһаздары да өте қарапайым адам. Неге сіз осындай президенттің әкесі бола тұра үйіңізді неге жарқыратып алмағансыз, ұлыңыз ақша бермей ме деп сұраймын ғой енді кіре сап. Сонда өзімде барлығы бар. Мен өзімде жаңағы профессор адам, енді мұғалім адаммын. Өз айлығым өзіме жетеді. Мен балқып шалқып халық кедей болып отырса, мен қалай күн көремін деген осылай жауап берді. Сұхбатта оқысаңыздар да болады. Менің өміріме үлкен әсер қалдырған осындай бір іс-сапар болды аяқ астынан. Қосымша сұрақ болса, мархабат. Жақсы. Жалпы мынау Ресей мен Украинаның арасындағы соғыстың басталғанына 10 айдан асты. Енді 10 айдың алғашқы күндері Украин халқының көңіл күйі қалай болды, қазіргі көңіл күйі қалай? Салыстырмалы түрде не айтасыз? 24 ақпан күні соғыс басталған кезде мен Испанияда едім. Менің балам, 7 жасар қызым осы Киевте қалған әкесімен. Сондықтан соғыс басталған кезде мен 40 сағат жол жүріп Киевке келген адам, шекарадағы жағдайдың бәрін өз көзіммен көрдім. Миллиондаған адам, әсіресе әйел адам бала шағасын жетектеген, оның бәрі лап қойып шекараға бас қойғаны белгілі. Ақпарат бойынша 9 миллионнан астам шетелге қашқан екен, соның 7 миллион қайтып келді. Осы ақпараттан ақ байқасаңыздар болады. Көңіл күйін бастапқыда әрине ешкім жаңағы Украинаның қарулы күштеріне сенім аз болды. Президентке осындай енді осындай масштабтағы соғысқа жауап бере ме, бермей ме, ол да күмән болды. Одан кейін ойлаңыз, үйіңізде осындай тыныш отырған кезде сіз үйіңіз сілкініп, жаңағы нағыз соғыс басталған кезде әрине көп адамдарда жаңағы уайымның, қайғының, бұл енді Киевтегі жағдай, Киевте енді көп ондай қатты жарылыс болған жоқ. Киев өңіріндегі Буча, Ирпень, Ворзель, орыс оккупациялары, орыстар сол Киев өңірінен небәрі 7 шақырым жердегі ауылдарды басып кірді. Ол жақтағы жағдай енді өте қайғылы деп айтсақ болады. Өйткені Киев өңіріндегі ауылдар 1 ай бойы орыс оккупациясында болды. Әлі күнге дейін жертөледе атылған адамдардың мәйіті табылып жатыр. Тек қана бір ғана Буча, Ирпенде 500-ге жуық адамның мәйіті табылды ресми түрде. Сондықтан енді жағдайды айтпай-ақ сандар сөйлесін деп енді айтсақ, ресми ақпаратқа сүйенсек, журналист ретінде эмоцияға бой бермей өзіңіз де байқап отырсыз. Бір мысалы өзім көзіммен көрген жаңағы ақпарат, Ирпен қаласында біз жаңағы қауіп болып тұрған машиналардың көрдік. Оның ішінде жаңағы бала шағасымен толық атылған семья. Масштаб қайғының өте үлкен. Әлі күнге дейін мысалы 100 мыңдаған адам, әскер, ол бөлек әңгіме, бейбіт тұрғын мысалы бөлек әңгіме. Тіпті 6 қаңтардың өзінде Путин бұны рождестволық пауза деп көлгірс
осындай ақпарат таратты. Ал шынымен де сол күні де, енді орыс билігіне ешқашан сенуге болмайды, барлығы өтірік. Сол күннің өзінде де жарылыстар болды. Сол күнде де, мысалы, екі елдің де діни мерекесі қасиетті, иә, сол күнде де адам қырылды. Сондықтан әрине соғыс бір сағатта осы көптеген адамдардан сұрайық, өзің қандай сезімде болдыңыз, иә, журналист ретінде айтамын, қандай сезімде болдыңыз? Өлімнің иісі сезілді. Барлығының айтатыны сол, өйткені сенің қалаң дірілдеп, оқ атқыла бастағанда сен бірінші өзіңді емес, ата-анаңды, бала-шағаңды әрине ойлайсың. Әрине бастапқыда өте үлкен қорқыныш болды. Бастапқыда Украина халқы жаңағы күдіктері көп болды. Қазір, мысалы, қазір сіз сұрасаңыз, көңіл күй қалай деп, біз Украина халқының жеңілмейтіні ол 100%, бірақ соғыстың қашан бітетіні ол әрине үлкен сұрақ. Мынау ресейлік пропагандисттер алғашқы кезде Киевті 3 күнде аламыз деп мәлімдеме жасап, мына Владимир Зеленский қашып кетеді деген болжамдарын жасады ғой. Бақытымызға орай Зеленский өз елінде қалып батырлық көрсетті. Қазіргі кезде Украин халқының Зеленскийге деген көзқарасы қандай жалпы? Украина халқының президентті таңдар алдында Зеленскийді таңдағаннан кейін оның 72%, иә, Зеленскийді қолдады. Бұл негізі тарихтағы үлкен көрсеткіш. Зеленский басым дауыспен жоғарғы радада өз партиясымен кірген президент, оның инаугурациясында болдым. Оның сайлау алдындағы бағдарламасы да мықты еді. Одан кейін жолды жөндейміз деп, жол мәселесіне негізі Украина бойынша машинамен барлық өңіріне барған адам, Донецкіден бастап, иә, Лисичанск деген, мысалы, Украинаға қарай, енді тура ДНР мен ЛНРді өздері шығарған, Ресей тарапындағы ДНРде болмады, әрине, бірақ Украина тарапындағы Донецк, Луганск өзінің президенттік бағдарламасы бойынша бір қатар реформаны жасап үлгерді. Сондықтан Зеленский өз халқына сүйкімді болды соғыстың алдында да. Әрине оппозиция бар, оның болғаны да жақсы, оның кемшілігін, мысалы, тек оппозиция ғана емес, журналистер де көрсетіп отырды. Украина журналистері бұл жерде өте жаңа сызбалақтап мүләйімсіп тұрмайды, олар жаңа бағдарламалар да көп өз тілдерінде, жаңа жемқорлықты әшкерелейтін. Зеленский, мысалы, 400-ге жуық депутатты ол парламентте үлкен басымдықпен жеңгеннен кейін, оның Слуга народа деген партиясында 200-ге жуық депутат, ол барлық депутатты жаңадан сайлады. Сондықтан әрине ол үлкен бір мезетте үлкен осындай штатты құралған жоқ. Сондықтан оның депутаттары көбінесе жаңағы халықтың сынына ұшырады, ол шыны керек. Сондықтан осы сайланғаннан кейін 2 жылдан кейін оның жаңағы рейтингісі түсе бастады, ол рас. Бірақ соғыс кезінде қазір қарап отырсаңыз, жаңа сұхбат басталғанда сұрақ қойдыңыз, иә, олардың коммуникациясы қандай? Зеленский жаңа орыс билігі, орыс ақпараты қашып кетті, әдейі Украина халқына үрейді және белгісіздікті септіру үшін осындай ақпарат тарата бастады, иә, пропагандисттер. Зеленский қашып кетті. Зеленский бір ұтқан тұсы бұл жерде күнделікті осылай телефонын қойып ақпарат жазады. Мысалы, құрметті Украин халқы, міне мен осы жерде отырмын, өзімнің Банков көшесіндегі президент үйінде, ешкім ешқайда қашқан жоқ. Біз осылай, иә, өзінің пландарын жеткізіп отырды. Соның арқасында кез келген украиналық Зеленскиймен тікелей сөйлесіп отырғандай әсер қалдырды. Мысалы, біздің қазір Инстаграмдағы адамдар күнделікті көріп отырады ғой бір-бірін, сол сияқты, иә. Ол өзінің халқына осы коммуникация арқылы жақын болды. Сондықтан соңғы ақпаратта Зеленскийдің рейтингісі сайлау алдындағы рейтингтен жоғары, 80%. Әлі де оны халық қолдайды, оның бір мысқалда түскен жоқ оның рейтингісі, өйткені ол барынша шынайы және жас президент, оның
Сондықтан да егерде жеңіс деп те айтпайды бұлар, өйткені қаншама адам қырылды, бұны жеңіс деп те айтуға болмайды. Егерде Украина өз жерін қорғап қалғандай болса, соғыс біткеннен кейін әрине Зеленскийдің рейтингісі асқақтайтыны белгілі. Одан әрі, иә. Ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарында мына Украина билігінде әсіре ұлтшылдар отыр, олар мына орыс тілді азаматтарға қысым көрсетеді деген секілді айыптаулар айтылады. Жалпы сіз енді осы сонда біраз жыл болдыңыз ғой, ондай бір ұлттық кемсітушіліктер байқадыңыз ба? Дұрыс айтасыз, мен Украинада 10 жылға жуық уақыт өмір сүремін. 10 күн емес, 10 жыл. 10 жылда мен бірде-бір рет осындай менің ұлтыма байланысты, менің тіліме байланысты кемсітушілер болған жоқ. Керісінше, мен Мәскеуде болған Мәскеудегі күндегі алғашқы күні ақ лифтіде жаңағы узкая лазая деп осылай айтқанын сыртынан естідім. Бір күнде, салыстырыңыз, бір күн мен 10 жылда, Украинада ондай кемсіту болған жоқ ешқашанда. Мен өзімнің осылар университет бітіргенде де мен орыс тілінде ақпарат алдым, украин тілінен қоса. Менің жұмысыма да кейін, әрине мен 3-4 жылдан кейін Украина еліне құрмет ретінде мен осы тілді үйрендім, украин тілін. Өйткені жаңа оқуға құжаттарымды жинай бастадым, ақпаратты украин тілінде алған әлдеқайда, бұларда заң орыс тілінде жазылмайды. Мен өте қатты таң қалдырды. Мысалы, бізде әлі күнге дейін екі тілде заңымыз жүреді. Заңның орысша нұсқасын көбінесе түсінікті қылып жазады. Украинда ондай жоқ. Украин тілінде киносы да украин тілінде, балалар да украинша тілінде оқиды. Дей тұрғанмен, жаңағы орыс пропагандисттері қатты бір шулатқан ақпарат осы Украинаның жаңа қызмет көрсету орталығында тек украин тілінде сөйлеу керек, мысалы ресторандарда деген сияқты, ол рас. Мысалы, саған украин тілінде қызмет көрсетеді. Кофе ішкен, мысалы, қарапайым кофе алсаңыз, бірақ сіз өзіңіз орысша айтсаңыз, ол түсінеді адам, сізге украин тілінде жауап береді. Сіздің орысша сұрағыңызды түсінеді. Сондықтан бұл орыс пропагандисттері таратқан ақпараттың барлығы, әсіресе тілге қатысты, ол жоқ жерден жасалған дүние. Ешқандай да мен енді оқып бір жерден естіп алып айтып отырған адам емеспін. Осы жерде 10 жыл тұрған адам, 10 жылда мені бір кемсіткен дүние болған жоқ. Менің ортам сондай болды ма? Жоқ, әлде шынымен де. Басқа да қазақтардан сұрасаңыз, осы жақтағы қазақ қоғамынан ондай да олар кемсіту, кемшілік бір орыс тілінде ақпарат алдың деп саған бір айғайлап, ондай болған жоқ. Олар ақырын өзінің украин тіліндегі мәселесін мықты қылып дамытып отырды. Ол рас, кинотеатрда мен келген кезде орыс тілінен Украинаға көшіп жатты. Сол кезде олар шулап, бәрібір бұл сапасыз болады, украин тіліндегі мультфильмнің ешкімді күлдірмейді, ол сапасыз, бұлардың қолынан ештеңе келмейді. Осындай ақпарат болды, ол рас. Бірақ орыс тарапынан, орыс пропагандистерінің тарапынан Украинаның мысалы аударылған мультфильмі мынандай. Өйткені олар жаңағы тікелей мықты актерлерін тартып, керісінше украин тілінде көрген кино өте сапалы аударылады. Оған мемлекет мүмкіншілік жасады, актерлерге жақсы гонорар қойды, мысалы, сондықтан украин тілінде кино көрудің өзі бір ғанибет, өйткені аудармасы сапасы тамаша. Және оригинал киноларды қалдырды, мысалы ағылшынша керек десеңіз, украин тілінде көрем десеңіз, украин тілінде. Орыс тілінде де болды авторлық кинолар соғыстың алдына дейін, 2014-ке дейін айта кету керек, өйткені негізгі соғыс Украина мен Ресей арасында ол 22-ші жылы басталған жоқ, біз ойлағандай. Ол 2014 жылы 8 жыл бұрын басталды. Олар мысалы қазір 8 жыл қайда болдыңдар, 8 жыл болып Украин фашистері бізді өлтіріп жатыр деген ақпаратты енді негізге алады ғой. Ешкім Украина ешкімнің территориясына басып кірген жоқ. Украина өз жерін қорғап жатыр. Әрине, түсінікті. Сіз жалпы Украинадан ақпарат таратып жүрген жалғыз қазақ тілді журналистсіз деп ойлаймын, қателеспесем. Өзім де солай ойлаймын. Жалпы
Украинаның өзінде жүріп деген ғой, Киевте жүріп. Жалпы енді мына ақпарат таратып жүрген кезде енді соғыс болып жатқан елде ақпарат тарату, мына оттың ортасында жүру сізге бір қауіп емес па? Жалпы сіз өзіңіз қалай жұмыс істейсіз жалпы? Сұрағыңызға рахмет. Мен мемлекеттік арналардың осы жақтағы меншікті тілшісімін. Сондықтан мен дақпыртпен жаңағы неге орын бермеймін. Өз көзіммен көрген ресми ақпаратқа сүйенген дүниелерді ғана жасаймын. Сондықтан жаңағы сары басылым емес. Украинаның жалпы осы жерге мені жібергендегі мақсат, менің дипломдық жұмысым да осы болды. Екі елдің достығын арттыру. Украинаның жақсы жағын, олар мысалы қаншама фестивальдер өткізеді, Украинада техникалық жаңағы үлкен ғылыми өте көп конференцияларда болды, өте үлкен көрмелерде көп. Біздің экспомызға да осы Украинаның жаңағы ғалымдар қатысты дегендей, қазақ бизнесмендері Украинада қазір де өте жақсы жұмыс жасап жатыр. Мен осы мемлекеттер арасындағы достықты арттыратын материалдарды көбінесе жасаймын. Одан кейін 2014 жылы әрине соғыс басталғаннан кейін, енді бұл жерде де мойындау керек, мен жаңа оқ пен оттың ортасына жүріп Донецкіден материал жасаған жоқпын. Біз бұл соғыста тыныш қалдық. Бірақ 2022 тыныш қалдық болғанда басқа да жаңалықтарды жасап жүрдім, мысалы экономикалық, әлеуметтік, мысалы бұл жерде біздің балаларымызға Украина тарапы жаңағы ананың ішінде жүрек ақауы бар балаларға Украина операция жасайтын ел. Қайырымдылық саласында да жаңағы Аружан Сайын бастаған көптеген балалар осы Украинада ем алды. Солар қалай болды, қанша адамға ем берді, яғни денсаулық саласында қамтып жүрдім, соғыстан басқасының жалпы әлеуметтік. Былай есептеп қарасаң, айына 10-15 материал, жылына есептей беріңіз қанша. Осындай бағытта басталған, бірақ қазіргі соғысты жазғанда мемлекеттік арналар сырт қалған жоқ. Мені осы мәселе өте шабыттандырады, өйткені біз бұл соғыс ақпараттық соғыс екенін де көрсетіп берді, сондықтан біз бес қаруымыз түгел болуымыз керек. Осы ақпаратты шынайы жазғанда да, әрине мен дақпыртқа бой бермей, жаңағы ресми ақпаратқа сүйеніп материал жазғанның әсіресе біздің елге тигізер пайдасы көп деп білемін. Сондықтан енді сіздің сұрағыңызға нақты жауап беретін болсақ, осы жақтағы қазақ журналистері Украинаның өмірін біздің елде таныстыруда осы соңғы 10 жылда сырт қалған емес. Және оның маңызы зор. Өйткені сіз қазір қосып өтейін, өйткені сіз орыс бақтарынан алған ақпарат басқаша болады. Олар 10 жыл бойы Украинаны тек жаңағы жаман жағын ғана жазып отыр, ал объективті ақпарат бәрібір екі елдің арасындағы достықты арттыра түспесе кемітпейтіні белгілі. Жақсы. Жалпы күні кеше осы жуырда Бучада қазақ күйік тігілді, онда сіз ақпарат тараттыңыз. Бұл іс-шара қалай өтті? Жалпы сіз оған Украина халқының көңіл күйі қалай, жалпы қалай бағалап жатыр? Соғыс басталғаннан кейін, бір айдан кейін біздің Украинадағы қазақ қауымы, жалпы елшілік, біздің билік те Украинаға осылай дақпыртып айтпаса да көмегін нақты бере бастады. Оған өзім куәмін. Біздің мысалы осы жақтағы әсіресе Киевтегі бір топ қазақ ұйымы бірінші күннен бастап өздерінің машинасын алып, бізде осы жақта Алтынбек Мұстафаев деген бизнесмен бар, өзінің диірмені, ол мысалы тонналап ұн бере салды қазақтарға, олар бауырсағын пісіріп бір 50 шақты рет шыққан шығар осы Киев өңіріне. Олар барып жаңағы свет болмай дірдектеп тұрған адамдарға шайын беріп, оны да біз көрсеттік. Ал қазақ үй бойынша осы Украинаның депутаты бар, Нагарнюк деген. Сол өзінің досына айтыпты, бизнесмен, қазақ бизнесменіне осылай қазақ қоғамы бізге қатты көмектеседі. Біз қазір Украинада осындай орталықтар салына бастады,
жылыту орталығы, яғни свет жоқ үйінде, өзің бала шағаң болса сол жаққа келіп телефоныңды қуаттап, мысалы күйеуің соғыста жүр, иә, соның қалын сұрап деген сияқты. Қазақ үй осы юрта несокрушимости деп айтады өздері, жылулық орталығы, иә. Сол қазақ бизнесмендері қайырымдылық жасағанның арқасында осындай 6 үлкен 6 қанатты 8 қанатты қазақ үй Қазақстанда сатып алынып осы Украинаға жеткізілді. Соның алғашқысы Бучада орнатылды. Ол тегін емес, жаңа айтып өттім, негізі орыс оккупациясы ең алғашқы лап беріп кірген кезде осы Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, яғни Киев өңіріне, олар Киевті 2 күнде алмақшы болғаннан кейін Киев өңірі арқылы кіріп, жаңағы жолдың бәрін қиратады ғой, енді адамның тағдырын жол Киев өңірі, қазір барсаңыз әлі де жүрегіңіз ауырады, өйткені жанып кеткен үйлер өте көп. 6 киіз үй жеткізілді. Соның ашылу салтанатында болдым. Киіз үйдің іші кең, көрпесі қалың. Өзіңіз білесіз, біздің киіз үй өте сондай жаңағы ұяшық сияқты, иә, құстың ұясындай. Осы Украинада құрылғанның мақсаты осындай бір жанұяға болса да, бір жанұя, иә, өзінің бала шағасымен келіп жылынып шайын ішсе де, осылай біздің қазақ үйіміз біздің көмек ретінде Украинамен бірге екенімізді танытса екен деген қазақ бизнесмендерінің осындай жақсы ілтипатымен туған дүние, оны елшілікте қостады. Соның арқасында Бучада алғашқы қазақ үйіміз тігілді. Енді ертең біз жаңағы Крещатик, Киевтің қақ ортасында тағы бір қазақ үй тігетін боламыз. Одан кейін Львов қаласында, Харьков қаласында. Мақсат жылулық беру, осында қиын сәтте Украинаның қасынан табылу. Аида, 5-6 минут уақытымыз қалды. Мен соңғы 1-2 сұрағымды қойып үлгерсем. Жалпы, мына Алматыда алғашқы соғыс басталған кезде Украинаны қолдайтын митинг өтті. Сосын енді қазақ азаматтары гуманитарлық көмектерін созып қол ұшын беріп жатады. Енді жалпы қазақ аудиториясы өте мына Украинаның жеңісіне тілеулес болып отыр деп айтуға болады. Украина халқы оны сезе ма, жалпы қалай қарым-қатынас ұстайды, қазақтарға деген көзқарасы қалай? Өте тамаша сезеді. Мен оны өзім жақында байқадым. Жаңағы таксиде отырған кезде, такси артына бұрылып қарап, сіз қазақсыз ба, мен қазақтың қызысыз ба деп маған сұрақ қойды. Мен иә деп жауап бердім. Ол айтады, басымды иіп тұрып рахмет айтамын. Мен өзім ерікті болып жұмыс жасаймын. Қазақтардан келген көмектің үлкені сондайлық, мен сіздерге разымын деп. Оны қарапайым таксист айтып отыр. Одан кейін жаңағы көп адамдардан, көп украиналықтардан кешеде киіз үй ашылған кезде жылап тұрып, көзіне ыстық жас алып тұрып, осындай рахмет айтқан 2 баласын жетектеген әйел де айтып кетті. Оның жолдасы да дірдектеп күршеп отырған жаңағы 70 жасар апа, оның жолдасы. Одан кейін 35 жыл бойы Қазақстанда туған, бірақ соңғы 35 жылда Киевте жұмыс жасайтын университеттің жаңағы оқытушысы да рахметтерін жаудырған адамдардың санында есеп жоқ. Мен тікелей қайырымдылықпен айналыспаймын, бірақ осы жақтағы қазақ диаспорасының өкілдері үнемі рахметтің астында қалып отырады. Біз енді бұл жерде рахмет алу үшін емес, бірақ сондай бір ыстық алғысты үнемі сеземіз, және көп украиналықтардан. Бұл бізді өте қатты жақындастырды деп айтса болады. Енді билік тарапынан нақты бір қолдаулар әрине ресми түрде болмаса да, жаңағы бизнесмендерден Украинаға ағылған көмектің есебі жоқ деп айтса болады. Өйткені жаңағы эвакуация кезінде біздің 1000-ға жуық адамдар эвакуацияланды ғой басында Киевтен, иә, Украинадан Қазақстанға. Олардың қазір бәрі қайтып келген көбінесе. Сол ұшақ адамдарды алып барады, бос қайтпайды. Оның бәрі 7 ұшақта толған гуманитарлық көмекпен. Айтатыным алғыстар өте үлкен. Ол рас, оны сеземіз. Мына соғыс орыс пен украин халқының арасын өте алшақтатты.
иә, енді қазір Украинамен мәселен соғыс біткеннен кейінгі украиндар мен орыстардың қарым-қатынасы қалай болуы мүмкін? Мәселен, олар бір татуласуы мүмкін ба, жоқ әлде бір бәрібір бір дық қала ма жүректе? Әрине жүректе үлкен жара қалады, үлкен жара емес, жүректің барлығы жараға толған украиналықтардың. Сондықтан да бұл соғыс екі бауырмал ел деп айтсам артық емес, өйткені бұлардың діндері ұқсайды, иә, тілдері ұқсайды, бірақ бәрібір бұл соғыс екі халықтың арасын өте қатты алшақтатып жіберді. Сондықтан Украина халқы орыстардан репарация беріп аяғын сүйіп кешірім сұраса, енді ондай болмайтын шығар, тарих көрсетер. Украина халқы оңайлықпен кешірмейтіні белгілі. Олар қазір мысалы хороший русский, мертвый русский деп айтады. Енді ол сондай сондай үлкен кек деген сөз емес, үлкен реніштен туған дүние. Сондықтан бұл екі халықтың арасындағы осындай алшақтық мүмкін бір буын, екі буын, үш буын өткеннен кейін ғана жұмсаруы мүмкін. Оның өзінде де орыс халқы өзінің мысалы қателік кеткенін осындай кешірім сұрап, басқа да дүниелермен Украина халқын жібітпесе, жағдай қиын. Өйткені кішкентай балаға дейін қазір орыстарды жек көреді. Негізі Украина халқы емес, бүткіл әлемге сүйкімсіз болды, ол рас. Қазақтардың арасында егер мынау Украина жеңілетін болса, Ресей Қазақстанға соғыс ашуы мүмкін дегенде бір болжам бар, айтылады сондай. Ол мүмкін ба? Мәселен, енді қазір Украина тек қана өзі үшін емес, бүкіл жаңағы әлем үшін соғысып жатыр деген сөздер. Әділдік үшін деп айтайық, иә. Әрине Украина бетін арғылсын, бірақ жеңіледі деген ой мүлдем менде ондай жоқ. Мен ол жақта тұрғаннан кейін, жағдайдың бәрін көргеннен кейін, бірақ жаңағы олардың орыстардың ядролық қаруы бар деген сияқты, басынан кеткен басшысы бар деген сияқты. Сондықтан қалай өрлейтіні белгісіз, бірақ шынымен де дәл қазір Украина басқа елдің демократиялық өмір үшін күресіп жатқан бір мемлекеттердің бірі деп білемін. Сондықтан олар қазақтарда көмегін аямай жатыр. Орыстардың біздің солтүстік аймаққа, қазақтың талай шұрайлы жерлерін алсаң да, әлі де алуға жаңағы алакөз танытып отырған белгілі. Оның өздері бірнеше депутаттар да айтты. Депутаттан бөлек біздің осы Қазақстандағы Ресей елшісі де ана жолы айтты. Біз білмеймін, ары қарай істі жалғастырып нота жарияладық па, ол жағы белгісіз, бірақ біз өзіміздің позициямызды білдіруде әлде әлсіздік танытатын сияқтымыз. Менің жеке ойым, каналдың емес, менің жеке ойым. Сондықтан да біздің қолымыздан келетіні серік. Осындай ақпаратты өзіміз анық таратып, ақ-қарасын өзіміз біліп, орыстардың бағына аузымыз ашылып қарап отырмай, өзіміздің басымызды қосып, ойланатын кез жетті. Сізге көптен көп рахмет, уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Уақыт өте аз қалды. Құрметті Ордалаев көрермендері, егер сізге біздің сұхбат ұнаса, каналға жазылып, қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыз. Өйткені сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Аида Қыдырбайдың да каналына жазылып, Facebook, Instagram парақшасына жазылуды ұмытпаңыздар.